Сөзден іске көшейік, сөзді доғарайық деген сияқты белгілі бір әңгімелер ересектердің өмірінде жиі айтылады. Иә, мүмкін біздің өмірімізде сөздің салмағы жоқ шығар, бірақ баланың өмірінде, балалық шақта және оның дамуында сөздің әсері өте көп. Бұны көбінесе вербальды тәрбие әдістері деп атайды. Яғни біз балаға сөз арқылы қатты әсер етеміз. Тіпті баланың іште жатқан кезде бастап түрлі дыбыстарды есту, одан кейін анасының дауысын есту, осының бәрі оның танымдық тұрғыда, сезімдік тұрғыда, әлеуметтік тұрғыда дамуының алғы шарттары. Бала сөзді есту арқылы өзін-өзін бағалап, өзін-өзін түсініп, әлемге деген көзқарасын, әлемдік картинасын қалыптастыратын болады. Енді қараңыз, осы сөз әдістері түрлі форматта көрініс табуы мүмкін. Ол бір әңгіме, оқиға, қисса, ертегі. Осы бір тәсілдерге және олардың балаға әсеріне тоқталып берейік. Бұл көріністер қандай форматта болатындығы негізі баланың жасына және баланың жеке ерекшеліктеріне байланысты. Әңгімеден бастайық. Әңгімелесу әдетте қарапайым болады. Бұл белгілі бір ситуацияны сипаттау. Бала әңгімені өте қатты жақсы көреді және әңгіме арқылы баланың қарапайым тұрғыда сөздік қоры дамиды. Және әңгіме баланың бір ситуацияның сезімдік тұрғыдан байқауына мүмкіндік береді. Әңгімелесу арқылы біз баламен көп затты өзгеріс жасай аламыз. Мынандай бір қарапайым зат. Көп ата-аналар осы әңгіменің бала маңыздылығын айта бастасақ, мен балам әлі кішкентай, ол 1 жаста, 2 жаста немесе айлық деп айтып жатады. Жоқ, оның жасына қарамаймыз, ол кішкентай екенін демейміз, ол біз түсінбей жатыр демейміз. Қандай жаста болмасын, қандай ситуацияда болмасын, онымен мүмкіндігінше әңгімелесуге мүмкіндік өз-өзіңізге рұқсат беріңіз. Әңгімелесу бір ерекше құралдардың бірі. Сіз қарапайым бір риясыз әңгімеңізді айтуыңызға болады. Балалық шағыңыздағы өзіңіздің бір олқылықтарыңызды, мүмкін тіпті кемшіліктеріңізді айтсаңыз болады. Мүмкін бір сырларыңызбен бөліссеңіз болады. Бұл бала екеуіңіздің араңызда керемет көпір қалыптастырады. Бұл әңгіменің мынандай бір үлкен әсері бар. Бұны мысалға Шаталов атты ғалым интеллектуальный фон деп атайтын болса, яғни баланың кішкентай кезінде естіген сөз саны мен сапасы оның тіпті болашақтағы сабақ үлгеріміне, оның жаңағы зеректігіне тікелей қатты әсер етеді екен. Яғни кейде болады, кішкентай кезінде мысалы кешкі дастарханда ата-анасы қандай тақырыпта сөз қозғап отыр. Осының салдарынан ол жердегі әңгіме нашар болатын болса, баланың кейінгі сабақ үлгерімі немесе тағы басқа заттар да нашар бола бастайды. Әңгіменің сөздің салмағы бала үшін, оның дамуы үшін өте маңызды. Біз осыны ескере отырып, оған барынша зейін қоюымыз керек және барынша сөзді көбейтсек және оның сапасын арттырсақ, біз ешқашан ұмытылмаймыз. Әңгімелесудің тағы бір мынандай артықшылығы бар. Үлкен зерттеу жүргізіледі. Кісілерді жинап алып, олардан балалық шағының қаншалықты бақытты болғанын бағалауын сұрайды. Сол кезде балалық шағым бақытты өтті деген кісілерді жеке жинап алып, олардан тағы сұрайды. Олардың балалық шағым бақытты деп бағалауына не себепші екен? Жақсы жағдайларының болуы ма, қымбат ойыншықтарының болуы ма, киімінің сапалы болуы ма, не әсер етті оларға? Сөйтсе, бәрінің балалық шағының бақытты деп тануына әке-шешесімен қанша әңгімені есіне түсіре алғандығы қатты әсер етеді екен. Яғни сіз дәл қазір осы әкем кезінде бүйтіп отыратын еді, анам бүйтіп отыратын деген әңгімеңіз қаншалықты көп болатын болса, сол адам үшін оның балалық шағы мәнді бір белгілі бір деңгейде кемел өткен болып сезіледі екен. Енді келесі бір осы сөз әдістеріне жататын ол түсіндіру. Бұл түсіндіру балаға бір біздің сыртқы қоғамдағы ережелерге сай болуды, сол ережелерге бағынуды үйретеді. Аулада, мектепте, балабақшада немесе белгілі бір қоғамдық орында өз-өзіңді қалай ұстау керек екенін осы түсіндіру әдістері қатты жұмыс істейді. Бұл түсіндіру әдістері әдетте кейіпкер арқылы немесе белгілі бір мынандай көрнекі құрал арқылы жүргізіледі. Мен өзіміздің отбасымызда болған бір қарапайым мысал келтірейін. Ұшақта болған кезде ұшақта жаңағы түрлі түсіндіру жұмыстары болады. Былай істеу керек, былай істеу керек, қауіпсіздік ережелері. Белбеуді тағу керек, шылым шегуге болмайды деген сияқты. Осыны балалар жақсы көреді. Сіз таңғалуыңыз мүмкін, бірақ бала жалпы ережені жақсы көреді, сол ережеге бағынғанды жақсы көреді. Көбінесе біздің ережемізге бағынбайтыны біз таңғалуымыз мүмкін, онда неге менікіне бағынбайды? Ереженің түсініксіздігінде, ереженің бірізді болмауында. Жаңа біз ұшақта кетіп бара жатқан кезде балалар жаңа ережені көреді, түсінсе болды, соны орындайды. Және оларға орындау белгілі бір деңгейде қызық, және олар өздерін ересек сезінеді сол арқылы. Енді мәселе неде? Осы бір түсіндіру әдістерінің бір лекция, нотацияға айналып кетпеуінде. Яғни мен білем, сен білмейсің. Мен ақылдымын, сен кішкентайсың. Жаңа ақымақсың деген форматқа ауысып кетпеуінде. Бұл адамның эгосына тимейтін жолдармен түсіндіру. Яғни белгілі бір кейіпкер арқылы қайталап айтамыз, немесе белгілі бір көрнекі құралдар арқылы. Келесі бір әдемі мысалдардың бірі, яғни вербальды тәрбие әдістерінің, ол диалог. Баламен диалог құралы. Бұл баланың 4-5 жастан бастап мүмкін болуы мүмкін. Қараңыз, әңгімелесуде көбінесе бір жақты болатын болса, мына жерде диалогта ол екі жақты. Және диалогтың сапасы немен өлшенеді? Диалогта кім көп сөз айтқанымен.
Сіз айттыңыз ба, әлде балаңыз айтты ма? Диалог орын алу үшін көбінесе не болу керек? Бізде тыңдай алу қабілеті болу керек. Осы жерде гипнорейтердің жаңағы белсенді тыңдау немесе эмпатиялық тыңдау деген сияқты әдіс тәсілдері, техникалар шыға бастайды. А біз көбінесе баламызбен қарым-қатынаста не істейміз? Біз баламызды тыңдаудың орнына сұрақтың астына алып, оны тергеп жатамыз. Диалог дұрыс сұрақ қоя алудан құралады. Кезінде мектепте жұмыс істеп жүрген кезде мектептен қайтамыз. Қоғам көлікте еріксіз ата-аналардың баласымен арасындағы диалогты естиміз. Сол кезде жаңағы үй тапсырмасы не болды, қандай баға алдың, мұғалімің не деді, тергеу, кәдімгі милицияның алып жатқан тергеуі сияқты. Ана бала бәрі жақсы деген жаттанды жауаптармен құтылып жатады. Шынайы диалог баланың арасындағы бір белгілі мәселелерді шешуге өте бір қолданбалы құрал ретінде мен сіздерге мынандай бір мысал келтірейін. Аманашвили атты белгілі педагог. Ол кісінің отбасында мынандай бір қызық жағдай болады. Ұлы алғаш мектепке барған кезінде анасына жаман сөз айтып қояды, боғауыз сөз айтады. Анасы енді эмоциялық тұрғыдан сол жерде ренжиді, айғай-шу болады, басқа болады, бірақ әкесі араласпайды. Әкесі өзінің бөлмесіне барып ойланады, мен не істесем болады? Бағанағы қандай тәрбие әдіс құралын таңдасам болады деп ойланады. Бағанағы айтқан алдыңғы сабақта айтылған факторлардың бәріне көңіл бөліп шығады. Нәтижесінде бір аптадан кейін баласына келеді, қараңыз. Бірінші сынып оқып жүрген балаға келеді, менде сенімен әңгімем бар дейді. Нам нужно по-мужски поговорить дейді. Қарашы, диалог құрудың несі ғой, бір маңыздылығын береді. Содан екеуі шығып алып, саябақта жаяу келе жатады. Сол кезде баланың түрін көрсеңіз ғой дейді, көзіндегі отты көрсеңіз ғой дейді, ойланып жатыр дейді, не айтайын деп жатыр екен, не болып жатыр екен, мен не істеп қойдым, не болып. Осы бір сұрақтар баланың басында оны белгілі бір деңгейде дамытып жатыр. Және осы бір үнсіздік екеуі ара тәрбие дейді да Аманашвили. Тәрбие осылай болу керек, үнсіз болу керек деген әңгімені айтады. Сөйтіп екеуі бір орындыққа отырады. Содан кейін Аманашвили мынандай бір зат айтады. Балам, менде проблема дейді. Мен бір дилемманың алдында тұрмын, мен таңдаудың алдында тұрмын. Не істесем болады дейді. Баласы түсінбей не болып қалды екен? Мен сізге қалай көмектесе аламын дейді. Мен бір жақсы көретін адам бар дейді. Мен оған мен сені өмір бойы қорғап жүремін деп уәде еткенмін дейді. Жақында сол адамды біреу ренжітті дейді. Мен енді оған қорғайын десем, ренжіткен адамды да мен жақсы көремін. Не істесем болады дейді. Бала ана жерде түсінбей қалады, аң-таң. Сол кезде әкесі айтады, жаңағы мен өмір бойы қорғаймын деп уәде еткен адам ол менің жарым, яғни сенің анаң, ал оны ренжіткен адам менің балам сенсің дейді. Сол кезде ана бала әбден қараңызшы, баланың реакциясын қараңызшы. Ол бала жылармандай болып, әкесіне бүйтіп айтады, әке, мен жазалашы дейді. Мен кінәлімін, мен жазала. Жауапкершілікті сезініп тұр бала, диалог арқылы. Сол кезде әкесі бүйтіп айтады, жоқ балам, сенің жазаң мынау болсын. Бұндай ұят тірлікті бұдан былай ешкім естімесін, осы жерде құпия ретінде екеуміздің арамызда қалсын дейді. Содан бері егер олардың сөзіне сенетін болсақ, анасына ол дауыс көтермеген, жаман сөз айтпаған екен. Яғни диалог сөздің өзін біз дұрыс пайдалана алсақ, онда біз баламызды тәрбиелеудің бұл бір керемет құралы. Және осы бір сөзді, вербальды қолданудың мынандай бір бағана нотацияға қатысты айта кететін мынандай мәселе бар. Ділдік саңыраулық деген ұғым бар. Бала мысалы 3 жасқа дейін біздің айтқан сөздерімізді, лекцияларымызды мынау жақсы, мынау жаман, мынау ақ, мынау қара дегенімізді қатты түсіне алмайды. Оның түсіну, оның функциясына да кірмейді. Бірақ біз осы уақытта оны ананы істеуге болмайды, мынаны істеуге болмайды деп болымсыз етістіктерімізбен айтып тастаймыз. Бұл не істейді? Бұл баланы тыңдамауға дағдыландырады. Ертең тыңдай алатын кезінде ол тыңдамауға дағдыланып қалған. Бұны бағанағыдай ділдік саңыраулық дейді. Яғни ата-ананың сөзін, анасының сөзін елемеу. Осы бір тәрбие әдістерінің ішінде тағы бір ерекшеленетін техника ол ертегім. Кішкентай кезінен ертегі естіп өскен баланың дамуы да басқа балалармен салыстырғанда өзгеше бөлек болады. Бұны көптеген ата-аналар түсінеді, қолданады. Және мынандай бір мәселені ескеру керек. Тәрбие ертегіні оқу дегенмен де негізінен ертегіні ауызша айта алсаңыз, ол өте маңызды. Енді осы бір ертегі болсын, диалог болсын, немесе бағана сіздердің әңгімелеріңіз, оқиғаларыңыз, қиссаларыңызды баламен сөз тәрбиесі ретінде қолданып жатқан кезде белгілі бір кездесетін кедергілер бар. Оның ең кең тараған кедергілердің бірі ол қайталау. Мысалға сіз баламен ертегі айтып жатсыз, балаңыз сол бір ертегін қайта-қайта сұрайды. Бір күннің ішінде бір ертегін 3 рет сұрауы мүмкін. Немесе одан тіпті көп. Біздің жеке тәжірибемізде баламыз бір әңгімені 21 рет сұраған еді. Енді осы жерде сізде ғана қайталап айтуға шыдам жетпеуі мүмкін. Ана өзіңіз зерігіп кеткенсіз. Бұл бір анекдотты бірнеше рет айта беру сияқты ғой. Күлкілі емес, шаршап кеткенсіз. Немене бұл қайта-қайта сұрай береді деп те ойлауыңыз мүмкін. Бірақ назатты қараңызшы, қайталау сіз үшін жалығу болатын болса, бала үшін қайталау ол бекіту, бала үшін ол түсіну, ол қайталау арқылы сол бір сезімдерді қайта-қайта сезініп жатыр. Сол бір заттарды ол миында байлап отырғызып жатыр. Былайша айтқан кезде миында жаңадан ғана пайда болып жатқан жолдарға кеңейтіп, сол бір жолдарды асфальттап жатыр деп түсінсеңіз болады. Қайталай бере алу белгілі бір деңгейде бізден сабырлықты, табандылықты талап етеді. Егер біз ондай шыдамға ие болмайтын болсақ, мүмкіндігінше бұған әу бастан кірмей қойғанымыз абзал. Енді мынандай бір мәселе бар. Ертегілерді қандай ертегі оқу керек, баламен қандай кітап оқу керек, балама қандай мультфильм көру керек деген сияқты сұрақтар да қойып жатады, яғни техникаға қатысты. Мен сіздерге мынандай бір зат айтқым келеді. Мәселе контентте емес,
мәселе контекстіне. Я түрлі мультфильм бар, я түрлі ертегі бар, немесе комикстер бар. Бірақ олар балаға тікелей әсер ете алмайды. Олар бір-ақ жағдайда тікелей әсер етеді, егер оның қасында оның сенімді, жақсы көретін, бақытты адамы болмаса. Мынандай бір мысалмен түсіндіріп көрейік бұны. Дәл қазір мен бір кісіні сипаттаймын, сіз сол кісіні көз алдыңызға елестетіп, қасыңызда отырғандай ойлап, соған қатысты не сезім жатқандығыңызға басымдық беріңіз. Кішкентайынан қатты жақсы жағдайда өспейді. 17 жасынан бастап, қателеспесем, адам өлтіре бастайды. Сөйтіп 18 жасынан асқанға дейінгі осы бір уақыттың ішінде 91 адамды өлтіріп үлгереді. Ойлаңызшы, ол ары қарай да өлтіре беретін еді, оның өзін өлтіріп тастамаса. Енді осы бір адам дәл қазір сіздің қасыңызда отыр. Сіз не сезініп отырсыз? Көп адам әртүрлі, мен сіздердің жауаптарыңызды ести алмаймын, бірақ көп адам әртүрлі жауап береді. 92-ші болудан қорқатын емдейді, біреу өзін өлтіретін емдейді, біреу болса неге өйтіп істегендігін сұрауға тырысатын емдейді, біреу жаным ашитын еді дейді. Енді осы сәтте бұл кісінің кім екенін айтайын. Бұл Әлия Молдағұлова. Енді бұл кісіні қабылдауыңыз қаншалықты өзгерді? Енді қазір сіз бұл кісіден қорқып жатсыз ба? Көрдіңіз ба? Бағанағы ол кісінің өміріндегі автобиографияның деректері ол контент. Ол жеке контексттен жұлып алған кезде оның әсері әртүрлі болады. Бірақ жалпы контекст алған кезде, оның сол бір әрекетке не үшін барғандығы, ұлы отан соғысы деген атмосфераны түсінген кезде сіздің қабылдауыңыз өзгереді. Тура сол сияқты баланың кез келген мультикті, кез келген ертегіні көру барысында, оның қасында ата-анасы, жақыны, қамқоршысы отыратын болса, соны талқылау болатын болса, контенттен қорқатын ешқандай ештеңе қауіп жоқ. Басты акцент ол контекст, яғни бала сол бір контентті қалай тұтынып жатыр. Яғни сіз осы бір сөз әдіс-тәсілдеріне қаншалықты атсалысып жатырсыз. Сөзге қатысты, сөз әдістеріне қатысты ескеретін бір жайт бар. Бала біздің аузымыздан шыққан әрбір сөзні сол бір айтылған күйінде қабылдайтын әдеті бар. Біз кейде болуымыз мүмкін, жағы басқаша жеткізуге тырысамыз. Бір айтқан затымызда бір түсінікті бір зат болуы мүмкін, бірақ оны бала мүлдем басқаша қабылдайды. Айтылған күйінде қабылдайды. Мынандай бір мысал келтірейін. Мектепте сабақ беріп жүрген кезінде тақтаға жазып жатып қараса, бір бала сағыз шайнап отыр. Андағы не, сағызыңды таста деп, бұрылып жазып жатып қайттан қарса, анау тағы сағыз шайнап отыр. Не істеп отырсың? Мен саған айттым ғой сағыз таста деп. Мен тастадым ғой, мынау басқасы ғой дейді. Яғни сағыз шайнама деп айтқан жоқ балаға ешкім. Ол сағыз шайнама деп меңзеліп тұрғандығын түсінген жоқ. Таста деді, тастады, келесін алды. Тура осындай мысалдар өте көп. Яғни ата-ананың бір кейбір кезде қалжыңдары болсын, жай бір айтылған сөздері баланың жанын жаралап жіберген. Тіпті өмір бойы жазылмайтын жара болған ситуациялар бар. Сол үшін біз мүмкіндігінше сөзімізді құнттасақ, сөзіміздің салмағын түсінсек, онда дәл осы сөз әдістері арқылы баламыздың психикасының, санасының қалыптасуына орасан зор үлес қосамыз. Келесі сабақта жүздескенше іске сәт.